Бүгін шахматтан облыстық турнир мәресіне жетті. Дәстүрлі түрде ұйымдастырылған сайыс биыл 13 қаңтарда басталып, бүгінде өз жеңімпаздарын анықтады. Енді сайыскерлер Елордада өтетін республикалық додада өңір намысын қорғамақ. Мерей Байет тарқатады. Биылғы өңірлік ой сайысына 20 спортшы жолдама алған, әрі бұлсын ерекше болып отыр. Олай деуіміздің себебі турнирге мүмкіндігі шектеулілер мен зағип жандарда атсалысуда. Кілең кәсіпқойлар жиналған жарыс ерлер және нәзік жандылар арасында өрбіді. Мақсат айқын, республикалық додаға жолдама алу. Бәрі жалпы профессионалдар. Бұл жарыстың мақсаты, өткізілген мақсаты республикаға жолдама алу. Бірінші орын басқарма есебімен полуфиналға барады. Енді жасөспірімдер арасында деңгейіміз жаман емес. Ең мықты облыстар бізде Павлодар облысы, Ақмола облысы. Енді біздің мақсатымыз осына жарыстарды көбірек өткізіп, спортшылардың деңгейін көтеру. Сайыс швейцариялық жүйе бойынша өрбіп, әр спортшыға бір ойынға 2 сағаттан уақыт берілді. Яғни бәсеке 4 сағатта шешімін тауып отырды. Ал бұл Тұрар Рысқұлов ауданының тумасы Шыңғысхан Серікбай. Жастайынан спорттың осы түрімен айналысады. Нәтижеде жақсы. Жастығына қарамастан Халықаралық шахмат федерациясының спорт шебері атанып отыр. Облыс орталығындағы турнирдің жеңімпазы да Шыңғысханның нақ өзі. Ол бүгін 9 турда тұрақтамай үздік спортшы атанды. Енді облыс атынан Астана аттанбақ. Осы облыс чемпионатының, облыс біріншілігінің жеңімпазы болып, енді Жамбыл облысының, яғни намысын қорғауға Қазақстан чемпионатының полуфиналына Астана қаласына барамын. Ол 5 және 15 ақпан аралығында өтеді. Жартылай финалдан іріктеуден өтіп, ары қарай үздік үштік финалға өтеді. Финалда тек гроссмейстерлер арасында Қазақстан чемпионатының чемпионы анықталады. Мамандардың айтуынша, бүгінгі таңда спорттың бұл түрінен облыста ересектерден гөрі жас буын жарап келеді екен. Алдағы уақытта да үлкен жетістікке жететіндер де солар дейді бас маман. Мерей Байет, Ермек Кеншімбек, 7-7 News.